Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін брокколиден екі пайдалы жеңіл салат жасаймыз. Бірінші помидорды орташа етіп бөлікке бөліп турап ыдысқа саламыз. Одан кейін қызыл пиязды майдалап турап помидордың үстіне саламыз. Брокколиді алдын ала 2 минут қайнаған суда пісіріп алдым, артынша суық су құйып салқындатып алдым. Енді пайдалана берсек болады. Енді консервідегі жүгеріні қосатын боламыз. Енді салат жапырақтарын қолмен бөліп, осы салатымызға қосатын боламыз. Енді салаттың дәмін беретін ол соус. Соус дайындау үшін бал, зернистый горчица, лимон соғы, зәйтүн майы бәрін араластырып жақсылап салатымызға қосамыз. Және де тұз салуды ұмытпаймыз. Брокколи белоктарға және клетчаткаларға өте бай. Және күніңізді белсенді жүруге көмектеседі. Енді дайын салатымызды араластырып ұсына берсеңіздер болады. Достар, видео пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк қойып кетеміз. Сіздермен бірге болған мен Алтынай. Келесі видеода кездескенше. Енді екінші салатымыз жасыл салат деп аталады. Ең алдымен қиярды ұсақтап, кубиктап турап шығамыз. Жасыл салат магнийға өте бай, және де анемияны емдейді. Егер сіз пайдалы тамақтану ережесімен жүрсеңіз және арықтағыңыз келсе, осы салатты жеуге кеңес беремін, себебі құрамында өте көп витаминдер бар. Енді укропты ұсақтап қосамыз. Укроптың орнына кинза және де петрушка, жасыл шөптер болады. Салат жапырағында қолмен бөліп салатқа қосамыз. Енді жасыл зәйтүнді алдын ала пісіріп алған брокколиді салатқа саламыз. Енді дәміне қарай тұз, асқабақ дәнін және де лимон суын, яғни соғын қосамыз. Бәрін қосқаннан кейін салатымызды жақсылап араластырып ұсынсаңыздар болады. Пайдалы салатты сіздер де жасап көріңіздер. Оңай, жеңіл, ең бастысы пайдалы салат. Келесі кездескенше сау болыңыздар.